Басеке, сізге біреу келіп тұр. Кім ол? Білмеймін, бірінші рет көріп тұрмын. Не дейді? Сізбен жолығам дейді. Мені жоқ деші. Жарайды. Дада. Басеке, ана кісі тағы келіп бүгін. Қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба? Не дейді ол? Ой, кірем дейді, сізге жолығам дейді. Маған айтып кете беріңіз десем, жоқ, мен өзімен тікелей сөйлесем, әкімнің деп тұрып алған. Битші. Жоқ деші мен. 3 ай командировка кетіп қалған деші. Өзіміз таппай жатырық деші. Жоқ бұл жеші. Жарайды. Индира! Ай, жиылды, ай. Ей! Ана кісіні шақыршы. Шақыршы. Ой, өзіңіз жаңа қабылдамадыңыз ғой. Мына кісі келіп тұр деп айтпайсың ба маған? Осы кісі келеді деп қаншама күн күтіп жүрмін ғой. Шақыршы. Баршы, артынан қуып жетпеші. Шақыршы, тез қуып жетпеші. Қапкеші маған. Ағай! Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Бәрекелді. Келіңіз. Қалай? Аман есен ба? Аман есен. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Иә. Жұмыспен келіп жатырмын. Айтыңыз. Анау көрші ауылдан келіп жатырмын. Мана осы жерде 3 ауыл өзіңізге қарайды ғой әкімшілікке. Иә. Сол мына көрші ауылдан су келеді бізге. Сол көрші ауылдың суы керек кезде бекітіп қояды да, керек емес кезде суды ағызып жібереді. Соны ары айтып, бері айтып келісе алмай жатырмыз. Соны өзің әкім болсаң, соны шешіп бер бізге. Өздеріңізден бір нәрсе бар шығар? Өзімізде бірдеңе болғанда дедік іштіге деген жоқпыз оларға. Бір нәрсе айтқан шығарсыз, тіліңізді ашшы еді ғой. Ай, тілін ашып болғанда олармен ешқайсысымен сөйлескен жоқпын. Былтыр анау наурыз болған. Сол наурызда бәйгеден аттары кешігіп келіп, балуандары жеңіліп қалып, шамал ыңғайсыздық болып, сонда әділетсіздік болды деп сол ауыл мен біздің ауыл шамалары келіспей ың-жың болып қалған. Сол бір бәле болды білем. Сол тілге тек болды. Соны енді өз әкімсің ғой, осы 3 ауылдың әкімсің өзің, округтың. Соны шешіп бер балам бізге. Ақсақал, мені танымадыңыз ба? Танып отырмын. Әкімсің ғой сен. Ауылдың әкімі. Жақында берген әкімсің ғой. Иә. Білем, танып отырмын ғой. Тағы да бір қаттырақ ойлансаңызшы, танып қаласа жақынырақ. Білмеймін, біреуге ұқсайтын сияқтысың енді. Адамға ұқсай береді ғой. Сондай ма? Танымадыңыз ба? Мен Батталып Асылжан деген шәкіртіңізбін ғой. Қайсы Асылжан? Танымай қалдыңыз. Кезінде линейкаға шығарып. Линейкаде? Соған шығарып. Мына Батталып адам болмайды. Бұны мектептен шығарып жіберу керек. Мына Батталып адам болса, мен мына шұртиған мұрынды кесіп берем деп айтқан едіңіз ғой, білесіз бе? Міне, адам болмайды деген шәкіртіңіз, міне, ауылға әкім болып келіп отырмыз. Ал, не айтар екенсіз? Есіме түсті. Сен сол Асылжансың ба? Иә. Адам болмайды деген рас, айтқаным рас. Бірақ мен саған әкім болмайсың деген жоқпын ғой. Әкім ол любой адам әкім бола береді. Мен саған адам болмайсың дедім. Байқасам шынымен сен әлі адам болмаған екенсің. Не айтып отырсыз? Енді өзі сұрағасын айтып отырмын, не дейін? Мұғайын басыңызбен не алмайсыз ба? Шығып кетіңіз бар. Жарайды. Жақсылау, дұрыстау, адам әкім келгенде келдім. Шығып кетіңіз бе? Жақсы. 3 күн sonra жүріп кіргенімде әңгімені айтқан түрмін ау. Шығып кетіңіз. Әкіммін ғой, мен әкіммін ғой. Әкімге деген құрмет болмай ма? Индира! Мына кісіні екінші бәрді кіргізбеңдер. Мені мектептен масқаралаған аздай, әкімшілікке келіп масқаралайды ғой. Көрсете ме сендерге?